Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтпау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бүгін біз үй жағдайында дайындалатын дәмді және жылдам цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші цезарь соусына керек майонез, тұз, қара бұрыш, дәмдеуіш, тұздалған қияр суы, сарымсақ, өсімдік майы, горчица және ең соңғысы лимон сығындысын қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Осымен біздің дәмді және жылдам дайындалатын цезарь соусымыз дайын. Енді біз цезарь салаттың капустасын тазалауға кірісеміз. Цезарь салатқа арналған айсберг және пекин капустасын жақсылап жуып, видеодағыдай бөлеміз. Осымен цезарь капустамыз дайын. Енді үстіне цезарь соусымызды құямыз. Соусты құйып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Тарелкеге видеодағыдай әдемілеп, әсемдеп саламыз. Жанына піскен тауық төсетін осылай видеодағыдай турап, әдемілеп қоямыз. Жанына черри немесе қызанақ қойсаңыз болады. Черри қойып болғаннан кейін жанына бөдене немесе тауық жұмыртқасын қойсаңыз болады. Үстіне сухари себеміз және ең соңғысы ірімшікті үкіштен өткізіп үстіне себеміз. Осымен біздің ресторандағыдай цезарь салатымыз дайын. Видео ұнаса подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.